осы алаңнан өткен сайын бір өзіңізде бір сезім бола ма? Өзімнің көңілімді босатпас үшін мына жерден өтуге кішкене жүрексініп нетем. А былай немерелерімді, балаларымды әкеліп көрсетіп неткен кезде осы жерде ескерткіштің алдында жүрегім елжіреп жаман болам, шыны керек. Қазір Алматыда ауа райы -2-ні көрсетіп тұр. Ал сол кезеңде қанша болды мына күннің ызғары? Салқын болды күн. 15 градустай аяз болды бірақ. Аяз болды, шыны керек. Бірі қаралы, бірі мерекеге түсіш. Қаралы күн ол қалай мереке болады. Орыстың өкімет, сол кезде өкімет болып тұрды, қинады ғой. 10 жыл, 10 күн көрді. Бұл қалай маған сонда 16 күн маған мейрам болып, 16 күн Құран оқылады. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Бұл әнұранында айтылатын тіркестерді мұнда тұрып түсіну бөлек екен. Бүгін желтоқсаншылар құрбандардың рухына Құран бағыштап гүл шоқтарын қоюға келіпті. Адамдардың рухына бағыштады. Осы Құран кәрімнің рухы